Андрей Иванович, әлгі қазақ дегендерін ешкімге бағынбайтын жұрт болды. Құрметтім, оларды жаман бізде. Осыдан жүрген көп көшпендері өздерін былайғы көшпендердің көрі жабайы бәтуәсіз жұрт десен, малдан басқаны байлық, тойғаннан басқаны мұрат деп басқаны ойламаса керек. Ал жері ше? Жері қандай? Құдай оларға басқаны бермесе де жерді берген. Құм шөлей, ортаңлық келгені мал жаюға қолайды. Өздері еңбекпейді. Асты, Бұқара, Хиуа, Самарқан, Ташкент жағынан отырықшы көшпенділерден жүн жұрқаға айырбастап алатын көрінеді. Көшпенділер қанша бәтуасыз болса да, Азияға шығатын алтын қақпаның кілтін өз қолдарында ұстап отыр десейші. Дұрыс, өздері шетінен атарман шабарман жауынгер. Қандарының ең атақтысы, ақылдысы Әбілқайыр болып тұр. Әбілқайыр. Ресей патшайымы ұлы мәртебелі императрица Анна Иоанновна. Патшайым, Әбілқайыр деген кіші жүздің ханы, кезінде Хиуа мемлекетінің де ханы болып үстемдік жүргізген. Бізге қарсы башқұрттарға болсын, бекіністерімізге шабуыл жасап, казак-орыс отрядтарын шығынға ұшыратты. Әбілқайыр шабуылдағанымен қоймай, Ресейге бағынышты шекара тұрғындарға күні бүгінге дейін озбады. Жыл сайын олардың мал барқылап, жан саудырап, арғы беттегі Бұқара мен Хиуаға апат құлдыққа сатып деген хабары бар. Далары етсәді? Солай кезелеп олар. Олардың қарасы түгіл. Қандарында жауынгер. Патшайым қазақ арасында бедел жинамай тұрғанда Әбілқайыр ханның көзін құртайын. Ондай кісі біздің ұлы жолымызда тұрмауы керек. Патшайым, Әбілқайыр ханды бағындырсақ, ағылшындар мен Қытайдың алтын орап, Бұқараға, Бадахшанға, Балқы мен Үнді елдеріне тауарды емін-еркін тасып тұрушы едік. Құрметті патшайым, ең дұрысы басып алып, бодан қылу. Меніңше патшайым, бұларды басыбайлы бағындырмай, Ресей мүддесі үшін қыруар пайда келтіре алатын халық ретінде алдарқатып ұстай тұруға әбден болады. Егер қазақ ордасы қол астымызда болса, бізге қарасты ұлыстар тып-тыныш өмір сүрер еді. Нақтырақ айтсаңыз? Нақтырақ айтсақ, бүгінде қазақ пен қалмақ бір-біріне жау. Оларды сол дүрдараз қалпында ұстайық. Егер қалмақ мінез көрсетіп жатса, қазақтарды, ал қазақтар бүлік шығарып жатса, қалмақтарды аттандырамыз. Сөйтіп бір-біріне айдап салып, әбден әлсіретеміз. Дұрыс айтасың, Иван Иванович. Мәртебе, айдағарға айналмай тұрғанда құртайық. Мынау керемет қой. Ағам Петр бірінші патша. Азияға кіретін қақпа қазақ жері деп еді. Ағамның өсиетін орындалмаған бұйырды. Ендеше
Патшайым, алтын қатпаның құлқын бұзатын қалмаққа оқ берсек те, қару берсек те, әскер беруге болмайды. Солай ғой, Андрей Иванович. Я, Иван Иванович, мәртебелі. Бұдан елдерге жасалары шуай барымыз. Көзімізден де, сөзімізден де сезілмеу керек. Біздің қаһарымыз оларға қалмақтың қамшысы, қазақтың балтасы, жоңғардың найзасы боп дейсің. Бұратана халыққа көзіңді алартсаң, Қытай немесе мұсылман патшаларына ауып кету әбден кәдік. Аузымыздағы батпан құйрықты итке лақтырғандай болмайық. Бастарынан сипап, табанымыздың астын алайық. Қиян өлке, қиямет шаруа, бәрі де ұлы Россияға, орыс халқының болашағына бастайтын ұлы іс. Дереу, тез арада экспедиция аттандырыңдар. Патшайым, экспедициямызға зерттеушілер қажет. Сондықтан Мәскеудегі Славян Латын Академиясының ең үздік шәкірттерін, ағылшын капитаны Элтонды, профессор Гейнсерман секілді ғалымдардың баруына тәрбие етуіңізді сұраймыз. Талаптарының барлығын орындаймыз. Ештеңеден де тарлық көрмейсіңдер. Отанымыз ұлы Россия үшін ештеңеден де аянбаймын. Мәртебелі патшайым, қалмақ қаны Аюке 7 күннен бері сіздің қабылдауыңызды күтуде. Кірсін. Ұлы Россия патшалығына қош келдіңіз. Құрметті ханым, сіздің ереуілші башқұрттарды бұғалтауға атсалысқаныңыз үшін патшайым көп рахмет айтам. Патшайымның ұзақ жылдар сау-саламат билік құра беруіне шын жүректен тілектеспін. Патшайымның бізге бұйрары бар ма? Императрицамыз жауларға қарсы қару-жарақ таратып, ас ауқаттарға дейін қамтамасыз етіп, кең даланың қожайыны. Менің жауынгерлерім патшайымның кез келген бұйрығын бұлжытпай орындап шығуда күш қайратын аямайды. Енді Аюке, мына жақта бір Әбілқайыр бастаған бүлікшілер қарамағымыздағы башқұрттардың тыныштығына қол сұғып, бекіністерімізге шабуыл жасап, берекемізді алып отыр. Хабарыңыз бар шығар. Бұл ойды патшайымның бұйрығы деп қабылдаймын. Қару ұстауға жарайтындардың барлығын атқа қондырып, қазақ даласын жермен жексен етем. Әбілқайырдың басын кесіп әкелем. Уәдем осы. Сізді де сый-сияпатсыз қалдырмаймыз. Тек падишамыздың бодандығына басшылық болып отырған жұртыма жақтас болсаңыз деген бір тілегім бар. Нақтырақ айтсаңыз. Олардың зәре-құтын ұшыру үшін екі зеңбірек берсеңіз жеткілікті болар еді. Екеуі сеңіртсе, төртеу тамырымен
жоя. Сендерге сыйлығым болсын. Төртеу қидым. Мәртебелі падишамыз әмір жасасын. Ұлы Россия жасасын. Ұлы Россия жасасын. Қанадай қырылған халқың мынау. Қалпы керек. Осы жолдың бетін қайтара алсам, қалмақ пен шоңғардың іші өзінен өзі ойран болмалы тұр. Ал жеңілген жауды Айдақар мен Аю түгімен жұтады. Ал келесі кесек күнтікі Айде, қазақтікі.
бар қазаққа қорған боласыңдар. Кеудесі кең даладай, көңілі күйге баладай болып отырған қайран елім ой. Қане, ел жұрттың қамын ойлаған көңіліңіз қалып отыра бермей, қайрат қылыңыз. Соғыссыз шешілмейтін шырғалаң. Не айтып кеттіңіз, қане? Бізге кім кепіл? Айтшы, бізге кім кепіл? Қане, жаудан жаралық айттыңыз. Сізге жатып ем алу керек, қане? Қане, мына жерде біреу жүрген секілді. Кім болды екен? Біреуді өзің айтып тұрған жоқсың ба? Біреу келді. Ол қайдан жүр? Оған не қажет болды екен, қане? Кім білсін, не қажет екенін. Ол бізге дейін де жүрген. Бізден кейін де жүреді. Қазір де жүр. Біз құрбандыққа шалындық. Ат үстінде ойнақтаған дәурен келмеске кетіп барады. Қуған аңың өзіңе шапшуда. Олардың қолында зеңбірек. Қане, сіздің қудалаған аңдарыңыз түбекте емес. Өз көкірегіңізде, қане. Жоқ. Оларға атқан оғым, салған құсым, жүгірткен тазым жетпейді. Бәрібір жетпейді. Қане, сіз оған жетесіз, қане. Затың әйел болғанмен парасат пайымың биік жансың. Қыл ғұмырым қиылғанша адалмын өзіңізге, қане. Құдай жар болсын. Алдияр, жарық күнде жасын түсіп, ел азып, жұрт тозып, ауыр күйге ұшырадық. Алтайдан Түркістанға дейінгі жердің барлығын жау басты. Жанына сауға іздеп, ботадай боздап, қынадай қырылып біттік. Сайсала аққан қазақтың қанына толды. Ылдидан кіріп өрменікі, есіктен кіріп төлменікі деп жайпап келе жатқан жауды аз қолмен қайтаратын бізде қауқар бар ма? Алмен! Қалмақтың жолын кеспесек, жоңғармен бірігіп кетсе, құрыған жеріміз осы! Анау, ұрылар жортар қалың бұт қылдым, ортасында отырғандарыңа жол болсын. Қылышын белдеуіне байлап, найзасын шаңырағына шаншып, жанында жау жатыр. Ол сендердің отырыстарың мынау. Ау! Енді нағыл дейсің.
шама жетпейтін жаумен жағаласып, босқа қырылғаннан не қайыр? О, батырлар, осылай сөз сапырып тұра береміз бе? Аламан бастап алға түсер, қаны қайда? Неге үнсіз? Әруақ алдында бетке салық, сүйекке таңба салдық. Бірігудің орнына ұлы жүзден, орта жүзден бөлініп кеттік. Ендігі жолы құба қалмақтың бетін қайтармасақ, ел алдында еңсемізді тіктей алмай қаламыз. Ал қалаштың басын қосқан бұл шайқас сіз үшін де пайдалы болмақ. Өткен өтті, кеткен кетті қарием. Енді өзіңіз қол бастап, сауын айтып жасақ жайлы. Тоқтамасы болсын. Сауын айтып жасақ жайлайтын болса, 7 румен кетелер 10 мың адам шығармақ. Әлім 5 мың, Шөмекей 5 мың әскермен шықпақ. Орта жүздің 10 мың қол келмек. Жасақтың асуын қара есектері мойнына алады. Олай болса атқа қонай қағайын. Атқа қонай. Ай, Әбілқайыр сұлтан, елдің бәрін дүрліктіріп, жалаң қылышпен қанды қырғынды бастағанда не табам дейсің? Еліп өмір сүргеннен азаттық үшін күресіп өлген артық. Азаттықты ешкімнің сақалымен бесна болып тұрған мына біздер алып беретін болсақ, онда жетіскен екенбіз. Есек батыр жөн айтады. Алғашқы жаудың бетін қайтарсақ, қалғандарының бізге қосылады. Кәміл сені! Бар ойларың ел бастар ерлерді қырып тастау. Тәйт! Кеше ғана рубасы болып майлы сүйек кемірдің. Бүгін келіп кекіргеніңе жол болсын. Кекірсем де, секірсем де, бар арам пиғылдарын білгендіктен. Қалың қолды, қалың жауға шығып бермек. Сұңырып қоныңды түр. Ойындар болды! Қызық сөзге құмар болмай, қазір дауласатын уақыт емес. Етікпен су кешіп, атқа қонатын уақыт келді. Ағайын, қазақ десек бәріміз күйеміз. Бірақ қазақ еліне өкпелесе де, жеріне өкпеле алмас. Басқалар біздің көл-көсір жерімізге көздерін алартып жүр. Ұлан-ғайыр мекенімді жауға тастап қашқанда, ұлтарақтай жерге кейін сар болып қалмасымызға кім кепіл? Төсінде аунап өскен жерімді қорғауға қанымды қимай тұрғаның кімге сын? Біреулер қонтайшыға көле салайық. Көнсек болды, бізге де, жерімізге де тиіспей, ар жағындағы шошпен шайқасып кетеді дейді. Біз нарта өкелге бел бу, бір жағадан бас, бір жеңне қол шауырымыз керек. Жан жағымыз анталаған шау. Жау алдында жарам сақтанатын уақыт емес. Міне, жөн, Әбілқайыр сұлтан жөн. Жан жағының анталаған жау екені рас. Сол жауыңмен қан төгісіп жатқанда, былайғы дұшпаның келіп, қалың еліңді шауып, зар-жылатып кетсе қайтпексің. Ерелі дейміз бе десек, ұсақталып барамыз ғой. Ендігі бас қосатын жеріміз қан майдан болсын. Сонда қолды кім бастап бара? Қолды Әбілқайыр хан бастап барсын. Біз қоспайық. Алғыз көзді жауға қазақтан қалың қолын Әбілқайыр хан бастап шығар. Келісім шарты болса. Көкте Құдай, жерде ұмаяны жар болсын. Бабалардың әруағы болдасын. Жортқанда жолдарың болсын. Амин. Жұртым, жау жарағын сайла, ер соңымнан. Артымнан қол өтпесем маған серт, алтыннан ер алмасам, елім саған серт. Байлардың басында шығар, қанға қан, шанға шан.
мен жайған ем. Жоқ. Бірінші кезекте мен жауынгермін. Елім үшін жаным пида. Әбілқайыр сұлтан. Біреудің олжасына соншама өңменбегенің қалай? Одан да сұралғы сұрамайсың. Ыңғай солай болды. Айыпқа бұйырмас. Саған деген сұралғы болсын, Әбілқайыр. Алдияр ханға оқ дейді. Қайда хан? Болат хан жаралы. Алдияр, артымызда қол селдір, алдымызда жоңғар, артқа шегініп, оның үстіне Болат хан жаралы. Жоңғардың туын қолымнан жіберіп алғанымды қарашы. Ешкімін қалдырмай түгел қырып тастауым керек еді. Бұл жеңісімде жартыға жеңіс болды ау. Әскерін осырата жайратып, іле бойындағы ұлыстарында барып шауып қайтқанда табан шауырынның есесі сонда қайтады деді. Қосыныз кеңейіп, айларымыз артып келеді. Сарыға төсінде салтанат тұрар күн жақын ағайын. Жол көн, олы жүз, орталы орта жүз, көңілі кең кіші жүз, сенде түгел төбел көкке біре жетпейді. Қаннан шыққан құлышым, қорамсақ толы шебер, топ қатылған сақпаным саяққа құрған қақпаным болдыңдар. Разымын. Айқа, Әбілқайыр.
бұл жолы да асық алшысына түсті. Ай, Әбілқайыр. Әбілқайыр қатты аяқ адам. Әсіресе соғыс кезінде. Оның не ойлағанын бұл жол қашанда қия. Тағы не ойлағаның бар екен. Көрсетейін мен саған, Әбілқайыр. Құмырсқадай құжынаған шөшек, ормандай сыңсыған орыстан да көп. Ақ патшаға шөшектің жоңғарды жеңе алмағаны керек. Ал қалмақты тоқтату үшін күніне 45 көріп тістерін қайрап отырар қазақ қажет. Ол үшеуінің бір-бірімен ауыз жаласып бейбіт отырған емес, жағаласып жағадан алып жармасқаны керек. Сондықтан да ақ патша бір-бірімен иттей тістесіп жатқан үш жұрттың ортасына түспек емес. Жаратқан ием, жерді аспанға қарап жаратты ма, әлде аспанды жерге қарап жаратты ма екен? Әйтеуір өмір бақи ермек бар ойын керектей, өзі жаратқан әрі мен ұсақта, әлсіз бен күштіні, балалардың қамталабай ойнағандай әдейі быт-шыттып араластырып жібергендей. Ту сыртында туырыла қойып келе жатқан қап-қара түн. Оған бір сүңгіп кетсем, ар жағы ақ жүзді азаттық. Аяғым жетер жерге жетіп өлер еркіндік. Бабай, жан-жағы толы оқты көз, сынай қарайтын, міней қарайтын, қызыққай қарайтын, мүсіркей қарайтын, аш көз, жымысқы көз. Бірі көзде, екіншісі сөз. Қане? Қане? Сізбен сөйлессем де қане?
Сенімен оңаша қалу қашанда қиындық туғызады. Неден қорқасыз, қанерім? Өзің үшін емес, елімнің ертеңі үшін қорқамын. Сабақ дене сәтімен неге. Егер көңіліңіз қып көрсе, білек ескерер жайттар бар еді, қанер. Майдан білем айтсаңшы. Қанер, дұшпаныңыз аз емес. Таққа отырғызбай күндердің күнінде сізден билікті тартып алама деген қауіп бар. 300-ге ортақ тақтың иесі өзіңіз, қанер. Сұлтандардың арасында 3 арыстың 3-інің де әскеріне бастардар болып сайланған сіздей дәрежесі үлкен кім бар? Қан өлгелі қанша уақыт өтті. Әншейінде тақмынге марқұмның 40 өтеп өтпестен Ағөре кейзі қыраққа кететін төреті қымам. Бұл жолы не қаптына қалды. Қазір қазаққа аға қан сайлаудың қажеті жоқ. Өйткені 300-дің басы түгел емес деп сылтаурады. Ал шындығына келгенде қазір қазаққа аға қан керек болмағанда қашан керек, қанер? Елдің жартысы жаудың боданда, жердің жартысы жаудың табанда жатқанда бас біріктіріп, әруақ қоздырып тізгін ұстау кімге керек болмасын, қанер? Мұндай атаққа кімнің жем сауы жыбырламай жүр дейсіз? Бірақ бәрі сізден сескенеді. Өйткені бақта, тақта сізге бұйрық кетемелі деп қорқады, қанер? Барга, осы да. Бақ дейсің, тақ дейсің. Одан да үлкен кедергілер бар. Мына сарайда жүрген ағылшын, Қытай, орыс көпестері экспедицияға кетті дейсің бе? Жоқ. Олар тыңшылар. Сызғаны жер, аңдығаны біз. Олар тұрғанда қазақ болып жер бетінде қаламашылыққа осы мәселе жанға тыныштық бермейді. Орысқа елші жіберсем бе екен? Есіңізді жиыңыз, қанер. Орысқа елші жіберем дегеніңіз қай сасқаныңыз? Таңдауда тұрмыз, бұл таңдауда. Таңдау, Қытай, жоңға. Сонда орыс па, қанер? Орысқа сенің малыңның қажет шамалы. Шекте шатқан жеріңе егінін салар. Өзің түгілі итің жемейтін судағы балығын түсі. Сосын неңізді алатқан не? Келіп қолындағы пұрығыңа, астындағы тағыңа қызықпай. Құлатсыз құба шөліңде шаруашы жоқ. Әйтеуір алыстан мен сендікпін деп басын кезеп қойсаң болғаны. Ал жоңғардың қолына түссең, не істейтін баяғы ақтабан шұбырының тұсында көрсетті. Оның аржағындағы құрт құмырсқа, бақа шаяғына таласына басқандай шыршып, жоңғардан асып түспесе кем түседі дейсің бе? Төбесінде отырған құбылай тұқымын өз дініне, өз қанына сіңіріп, өз тілін, өз үрдісін ұмыттырып жіберіп отырған Қытай. Табанда жатқан қазаққа. Сенің де шашың қара, менің де шашым қара. Сенің де көзің қысық, менің де көзім қысық. Кел, бір жұрт болайық демес деп отырсың ба? Қанер, орысқа жасаған құқайыңыз көп. Бекіністерін шабуылдап, әскерін жайратып тастағаныңыз анау. Орыс, илге ме? Көне ме, Қанер? Олар да осыны ой елегіне өткізіп отырғанына сенімдімін. Мүмкін. Дініміз
мұсылман елімен одақтас болсақ қайтеді қане? Оны ойламады дейсің бе? Сонда, орыстан басқа ыңғайлысы жоқ деп тұрсың ба қане? Қытай қайсы нұқта? Кепкен сайын қыса түседі. Ал орыс темір нұқта. Бірде болмаса бірде үзіледі. Сол үшін талай күн туа қалған жағдайда билікті бекемдей түсуге, іштен бас көтерген дұшпанды жау көндеуге қосымша күшті табан тірер империя елінен тапқанымыз дұрыс. Қане, Жәнібек батыр, қысама. Кейін сөйлесеміз. Жеңіске кеше ғана жетсеңдер, шашыңа ақ кіріпті, жүзіңді әжім торлады. Уақыттың алдына тірі жан салмайды екен. Ел ішінде абыройың асып, жарты қазақты бағындырыпсың. Енді қалған жартысын бағындыру қалды. Тақ төңірегіндегілер мені биліктен ашып таса бастады. Қане, айдалаға шығып, баяғыдай қара құйрық аулағым келеді. Оғыр салқын көз қалып, арғымақпен шапқанғандай. Қанем, жас күнің есіңде бе? Ол дәуренді ұмытуға бола ма? Бақытты кезет. Ал қазір мен кіші хан болдым, қол аяғым байлауға. Ал сен әлі кең далада емдеріп жүрсің. Өмір деген осы екен батырым. Алдияр. Бәрі қош. Шет арқадай бар. Айта бер. Арманың не? Арман көп қой. Жылдар бойы жоңғарлармен соғысып келеміз. Оған әлім жетер емес. Оның үстіне Еділ қалмақтары, Башқұрттар, Бұхара, Хиуамен соғыса бастады. Төрт жағымыздан бірдей жау қоршауында болдық. Қарап тұрсам қазақтың сайын даласына көз жүгіртпеген жау қалмады. Қылышымыз қынабынан суырылмаған кез болмады. Тоқтар жер бар ма? Жарайды, жоңғарды жеңгеннің өзінде желкеңде шүршіт, қол аяғында матан орыс отыр. Бітісетін жер тақ соғыс ба? Алдияр, соғыс соңғы ақтық әрекет. Қатулықты ойна.
Бұлар тұрғанда біз еркінбіз деп айта аламыз ба? Бәріміздің қалауымыз осы бірлік, татулық. Татулық. Басымыз бір қазанға сыймай, бір келген уақытта ылаң салып ұруға бөлініп, таланып жүрміз. Алдияр, ұрулы одақ еліміздің іргесін сөгуге емес, беріктігін сақтауға керек. Бір атадан туған қарға тамырлы қазақ бір-біріне бөтендігі жоқ. Тілеуі бір ел, түбінде бірігер анық. Ел арасында қан қу көп. Жан алыс жан берістен халық қажыды. Сұлтандар мен билердің алауыздығын өзін көріп отырсың. Үрпейіп отырған азғына халықты қалай сақтамақ керек? Қанем, бұл жолды саған дейін қанда қарада басқан. Жеткен дәрмені қайсы? Орысқа одақтас болуға 3 күн хат жазып еді. Сенімен ақылдассам деп отырмын. Шыға керек ертең ақ. Әуелден солай. Қатары көбі қолың болы піл болады. Саны азы әржуасы. Құмырсқаның үйлеуінің кебін киіп жермен жексен болады. Әркімнің өз жолы өз жөні бар дейсің. Пілдің аты піл. Құмырсқаның аты құмырсқа. Пілге өзіне тән ірілік керек, құдырет керек. Ал құмырсқаға өзіне тән майда қарекет, майда қимыл керек. Алдияр, күш асқандар, ерте өзіңде жайыңа қойса жақсы. Ол әубастан құрылып қойған шахмат тақтасындай. Әркім сал ересен тақтада қалағанша ойнақтап кете алмайды. Кімге қандай жүріс лайық солай ғана жүреді. Жарық дүниеге келдің екен ақыр түбі арыңды саудаға бір салмай тұра алмайсың. Бар бәрі, дұрыстап саудаласа білу керек. Әбілқайыр-ай, сен әлде қашан айтқансың. Айттың сен, Әбілқайыр, айттың. Алқалы жиынның төрінен тұрып өткенде күндердің күнде осылай боларын айтып баққансың. Сен мынау қазақтың қатты ойланатын уақытта әлде қашан келгенін, көнбіс уақыт бұдан әрі көне бермейтінін айтып баққансың. Не де болса, бір қамтқа шегілдік. Менің бұдан басқа ешқандай амалым жоқ. Асауды күшті менес, айдармен алады. Ал күш көрсетсе, күші күнді де еліктіре алмайсың. Жұрт болқылығында не деп атаса о деп атасын. Бүкіл елдің мүддесін ойлағанда тапқан жалғыз амалым деп білем. Алдияр, келер ұрпақ ертең сені жазғырады. Жазғырар, кінәлар, айыптар. Түбі осы шешімнің қазақ деген іргелі елдің жойылып кетпеуіне аманат болған түсінір. Күн кеш болмайтын қайтайын. Амандықта жүздескенше. Анда-санда осылай аптасын болыптыр. Көріскенше күн жақсы. Қанем, сау болып тұрыңыз. Ер алғырсың. Әке. Ұлым, ертең патша сарайына жүресің. Қасыңа Сейітқұл мен Құлмет биді қостым. Мына 3 бұлғатты патшайымға жеткіз. Аманатыңызды барар жеріне жеткізем, әке. Солай жар болсын.
Ай, бірақ қазір бұл елге сенім бар ма? Бүгінгі досың, ертеңгі шалбың. Қазақтар! Ана қазақтардан қалмаққа оңбай қылған дей ме? Патшайым, айыпкерімді тақтамады. Мүмкін. Олардың қойша қылғаны бізге жақсы болар ма екен, а? Солай сезіле болады, мәртебелі патшайым. Хан Әбілқайырдың баласы Ералы Сұлтан елші және аманат болып келіп тұр. Сіздің қабылдауыңызды күтуде. Хан Әбілқайырдың сіздің атыңызға жазылған хаты бар екен. Кірсін. Кірсін. Ва, нұр сипатта асыл текті патша ханым, мейірбанды алдияр тақсыр. Әкем, Әбілқайыр хан Мұхаммед Қазы Баһадүр, өзіңіздің алдыңыздағы достықтың белгісі ретінде мені мынау алдиярлық ағадал құтхана ордаңызға елшілікке жіберді. Әкемнің атынан өзіңізге мына хатты табыстауға рұқсат етіңіз. Даланың жабайысы. Сен неге патшайымға құрмет көрсетіп, тізерлеп бас ұрмайсың? Елші құл емес, мәртебелім. Дұрыс. Елші құл емес. Қажет болса құлға айналдыру қиын емес. Әрине, бұғаудағы елдің бұғаулыққа көнбеген өзім сияқты текті ұлдар болғанына шүбәм жоқ. Тәкаппарлықпен бас имеген шведтердің де денелері сасып Волгада жатыр. Сен де солар сияқты ешкімге бас имейсің бе? Мәртебелі патшайым, қазақтың тағнары Алла, жаратушыдан басқаға тізерлеп сәжде қылмаған қалды. Басымның иілгенінің өзін зор құрмет деп біледі. Елшінің қабағы қатулы, сөзі батулы екен. Шарап беріңдер, шөлім бассын. Неге ішпейсің? У қосқан жоқпыз. Шарап орысқа құт, мұсылманға жат, айыпқа бұйырмаңыздар. Тіліңді бақ, жас сұлтан. Тоқтап.
Хан басыңды иіп, құрметімді қабыл алсаң, еліңе хан болып аттанасың. Менің хандығым халқымның амандығы. Одан басқа ештеңе сұрамайды. Мәртебелі патшайым, өзіңізден әкем Әбілқайыр ханның хатын қабыл алуыңызды сұраймын. Жауап бізден болады. Әзірге демал. Сұлтанға лайық құрмет көрсетіңдер. Құдай қуат берсін. Қарай көр қиқарына. Бұлардың кеудесін көкке көтеріп тұрған төре деген тұқымдары. Төре. Иә, төре. Шыңғыс ханның үлкен ұлы жошыдан тарайтын ұрпақ. Олар өздері қазақ руларына қосылмайтын дербес қауым болып саналады. Және де өздерінің ақсүйек қатарына жатқызады. Әкімшілік, сот билігін жүргізеді. Сонымен қатар соғыс кезінде жасақ құрып, қолбасшылық ету құқығы да бар. Ендеше, өз билігімізді нығайту үшін далалық демократия жайлаған елдің хандық жүйесін құру керек болды. Дәл солай, мәртебелі патшай. Қарадан шыққандарға шен беріп, билік беріп, бір-біріне айдап салсақ, өздері төре тұқымын тұздай құртады. Түсінікті. Оқы. Орыстың ұлы императрицасы Анна Иоанновнаға қазақтың ханы Әбілқайырдан. Аса қадірлі патшайым, мен қазақтың ханы Әбілқайыр, сізден халқымды қамқорлығыңызға алып, сырт жаулардан қорғауға көмек сұраймын. Одақтас болып, иық тіресіп, ұлы мақсат жолында бірге болайық. Біз ешкіммен де соғысқымыз келмейді. Жауларымызбен сүйегіміз ағарғанша соғыстық, енді сақал шашымыз ағарғанша тыныш өмір сүргіміз келеді. Орыс пен қазақтың мәңгі бақи тату тұруына, бір-бірінің шекарасын бұзбауына, жайықтың бойына қала салып, емін-еркін сауда-саттық жасауға ықпал етуіңізді сұраймыз. Және де Башқұрт қалмаққа берген зеңбірек, қару-жарағыңызды Маранды беріңіз. Түркістаннан 50 мың, Жаркенттен 50 мың, Ордың бойынан 50 мың қол шығарып, тұрақты әскер ұстайын. Шығыс пен оңтүстіктен келетін қауіптен сақтап, қорғаныңыз болуға бармын. Тей. Ах ты, дикарь! Бұл Россиямен одақтас болмақшы. Қарай көр демесін. Бізге құлмен де, құтанмен де одақтас болып не көрдікті? Жапан бізде аңмен аң болып жүрген жабайы қалды. Ақ патшайым одақтас болып не көрдікті? Ондай келді, тату тәтті тұрамыз деп уәде бере алмаймыз. Дұрыс айтасыз. Бабалары жарты әлемді жаулаған жауынгер болғандықтан иық тіресіп, тең талап қоятындары содан. Манандай ұланғайы жерді қайдағы бір қаңғыған халыққа кім жайлатып қояды? Мына жағында орыс өсіп жатыр. Мына жағында қауызына сыймай, асып төгіліп Қытай отыр. Өздері жандары мұрындарын ұшына тұрса да тәкаппарлығын қайтерсің. Иық тіресіп, одақтас боламыз дейді. Қайдағы одақтас?
Жүздің бірікті жеткенде шөгеріп, мылтықтың дүммен, қылыштың жүзімен сөйлесеміз. Мақталағанның сонда көрерміз. Я, бұл қазақпен кім-кіммен де сөйлесу қиын болып тұр. Жатқан бір жұмбақ. Иван Иванович, жұмбақ түгі құдіретті орыс әскерінің күшімен жайпағы де шығайық. Андрей Иванович, сабыр сақтаңыз. Алдымен бодандыққа шақырайық. Егер келіспесе, сіздің сөзіңізді жүзеге асырамыз. Мәртебелі патшайым, мына хаттың мән мағынасын сәл өзгертіп, одақтас дегеннің орнына бодан бол десек. Бодан? Бодан бол қабылдайық. Әбілхайырда бодан бол ант қабылдады дегенді естігенде өз жұрты түтіп жетті. Иван Иванович, қолдарыңызға найса ойламайды-ау. Қатынаған неғып келмеген ой. Мәртебелі патшайым, империямыздың атынан Алексей Иванович Тевкелевті елші қылып жіберсек. Алексей Иванович! Ұлы Ресей империясына қызмет етуді өзіме парыз деп санаймын, ұлы мәртебелі патшайым. Ұлы Россия жасасын. Ұлы Россия жасасын! Мойныңа қаратас байланды. Енді басың шабылып, қорғаныңның басына ілінгелі тұр. Ұлдарымның құрығы ұзын болды. Одадай боздаған елім үшін Петр патшаға ант бердім. Ресей әскеріне арқа сүйеп, Түркі сұлтанына, қазақ, түрікмен, Хиуа хандықтарына қарсы жорықтарға шықтым. Дуан басы атағым бергенде, аяғы халқымның қырылуымен аяқталды. Бегом, майюке! Бегом! Тамырымнан айырылдым. Ашық жеңілмайтындарыңды біліп, ішімнен ереттің. Алдап соқтың. Тегіс жатқан ел едік. Екіге бөліп, сансырата соқтың. Дуғалық салып қорғағанша, шауып таста. Шауып таста басымды! Шауып таста. Жоқ, Айыпке! Сенің жазаңды беретін біз емес. Айыпке,
жазаңды ұрпағың береді. Қазақ даласының аса қадірлі сұлтаны, өзіңді көргеніме қуаныштымын. Жер жаһанның әміршісі, баста сөзім. Құрметті Барақ Сұлтан, патшайымның сый-сияпатын қабыл алыңыз. Патшаның ілтипатты сәлемін қабылдау мәртебелі парызым деп санаймын. Барақ Сұлтан, ел ішінде болып жатқан алып-қашпа әңгімелердің барлығымен таныспыз. Патшайым сізге аса қатты қызығушылық танытып отыр. Жұмбақтамай тура айт. Жақсы. Патшайымның қалауы шығыс өңірінде игерілмей жатқан жерлерді игеру. Рас. Сол жерлерге сауда-саттық жасайтын қала салу. Қайдағы жер? Қайдағы жер? Бізде ұлтырақтай бос жер жоқ, қайдағы жер? Сабыр, Барақ Сұлтан. Бұрын өлім келіп жүрме, а? Қайдағы жер? Айтарымды айтып алайын. Айтып алайын. Айтар сөзіңді айтып болмайынша басыңнан бір тамшы сөзді алды деймін. Айт! Айт! Басымды бәйгеге тігіп келіп тұрғаным Әбілқайырдың шайы. Әбілқайыр? Я? Сонымен? Бүгінде атақ даңқы асып тұрған сол. Және де хан болу мүмкіндігі де жоғары. Айтар сөзіңнің орамы көзім құрт дейсің ғой, Бүгінде қазақ ордасында бізге жақтасы өзіңіз ғана. Кім біледі? Күн ертең осы тақта өзіңіз де отыруыңыз мүмкін. Өз ханым өз бауырымды өлтіріп, қан қол болғым келмейді. Жола не, бара бер. Жоға. Барақ Сұлтан, бүгінде Әбілқайырға сізден асқан дұшпан жоқ. Оны өзіңіз білесіз. Және де бұл ұсыныс оған да жасалатыны анық. Барақ Сұлтан, саясатта еш нәрсе босқа жасалмайды. Барақ Сұлтан! Саясатта еш нәрседе бостан бос жасалмайды.
бұл жұрт соқырда керек емес. Бәрін көріп біліп отыр, бәрін біледі. Сұлтан деген атым болмаса ат қосшыға дейін келген. Міне күдік, міне күмән. Желе болмай емес қан болды ау. Аз ұмсында ақсита бергенімше қылықтып бір жұта салғаным жарар. Орысқа қосылмаймын деп толаса қарашылар толар, бірақ мына екі оттың ортасында тұрған төре тұқымы қарсы болуы мүмкін бе? Мүмкін емес. Олардың да өз есептері бар. Ондағы ойлар да түсінікті. Патшаның алдында халқынан қолдау таппайтын беделсіз, пәтуасыз бірі болып көрсету. Жарайды, патшаның елшісінің алдынан Бөгенбайды, есепті, жер қайсының қалыңы көрмей шығарып тастап алсын делік. Бірақ ол елші ортаға келесін. Ханым айналасының ақ қатыр екенін бәрібір көреді. Қайтпек керек. Шөшіктен қашып орысқа одақтас боламын деп жүріп, халықтың қан қарызына қалып жүрмейді. Алла өзін қолдай көр. Алдияр, төбе биді ертіп кет. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Түн ортасында шақырғаныңа уайымдап қалдық. Тыныштық па? Аға, сен бәрінің куәсісің. Сен бұл дүниедегі әрбір қиыншық құммен әрбір тамшының есебін білесің. Қазақ арасындағы алауыздықтың түбі қандай алапатқа баратынын біліп тұрсың. Балаларымыз шеше алмай кеткен түйін әлі сол халқы түйінделіп тұрғаны рас. Халыққа ие болсын деген төрелер бір-бірімізбен жауласпаймыз. Бір-бірімізге қару көтермейміз, қан төкпейміз деп ант бергенімізбен шеме-шемге келгенде біріміз шығысқа, біріміз батысқа тартып елдің берекесін алдық. Дірейін деп тұрған елдің берекесі кетпей тұрғанда анау қазаққа басқан керек. Дөп түсіңіз, Аға. Ертеңді құрылтайық. Біраз дүниені шешкен тұр. Үмітім сізде. Әбілқайыр, сен терекке қарсы біткен бұтақтай қайсар жансың. Дегенмен оттай лапылдай бермей, судай сабырлы бол.
соншама баққұмар, соншама атаққұмар, соншама намысқой, соншама кіре келетін ай. Оларды немен алдар қатып, неге сендіріп көндіріп тұрмақшымын. Қошемет құмар, сый-сияпат десе әкесінің атын ұмытып кете жаздайтындай мақтандарын, ертең-ақ ірі империялар, қызылды жасыл дүниелерімен келіп сатып алатыны анық. Қайтпек керек. Ағайын, аттың жалы түйенің қолында бақылдап жүргенімізге біраз болды. Алмағайып заманға тап болдық. Батыстан орыс, шығыстан Қытай, екеуі екі жақтан қысып, өрісімізді тартты. Япырау, отқа түскен көбелектей болды ғой. Бұлай әркімге кіріптар болғанша, соғыс өрікті мұнасы нес. Соғыл айтып жасақ жинайтындай, елдің қауқары жоқ. О, сабыр қылыңдар, сабыр қылыңдар. Шешілейін деп тұрғаны елдің жағдайы. Алмағайып заман болып тұр ғой. Әбілқайыр орыс патшасына елші жіберіп, ұлын аманатқа аттандырды. Ай, мына жақта да ел бар емес. Біз орысқа елші жібереміз деген сөз біздің аузымыздан қашан шығып еді? Көтергенін ел тағдыры болса, мына елмен ақылдасу керек. Құс той ұшпай. Уа халайық, қазіргідей алағай-бұлағай шақта Ресей бізді өздерімен терезесі тең ел ретінде қабылдайтынына сенімім мол. Ағайын, мына қазақтың, қаймана қазақтың ойынына қымарқан салып, әбден тұншықтырдыңдар ғой. Қазақтың аузына айға білеген атты сарбаздар тұрғанда мына бізді қандай жау басып бар қайтыңыздар? Сол сарбаздарыңмен соғыс емес барымтағана жасай алатыныңды сезетін күнің жетті-ау. Хан иемнің орысқа ұлын аманатқа жібергені, елінің амандығы, жердің жат қолға шығып кетпеуін ойлағаннан шыққан жанашырлығы. Билер алқасының рұқсатынсыз хан ешқандай шешім қабылдамайды деген ата-бабалар жол қайда? Кім ол? Көптің атынан шешім шығаратын. Әбілқайыр ешкім хан етіп сайлаған жоқ. Бар болғаны кіші хан ол. Егер барақ сұлтан орыстың келісімін алып, бұл соғысты тоқтата алар болса, қазақ елінде бейбіт күн туғызар еді. Ағайын! Бағыну дегенді қойыңдар. Әбілқайыр сұлтан, әкең киелі күні кеудеңе қадап тұрып, мына ұлысты саған бөліп тапсырды. Ал сенің істеп жатқаның мынау. Көздегенің тақ болып жүрмесін. Ағайын, бәріңді де тыңдадым. Айтқандарың қисынды. Бірақ қазақ болам деп бөлек елі болғалы тыныш отырған кесі болды мәселе. Шығыстан тығыр шықса батысқа, батыстан тығыр шықса шығысқа жаугілеген бұл қауым. Қашан бөтенге кіріптар болмай біреуге қол жаймай өтпеді. Бағын айзасының ұшында араса құрығының басында болған сая халық еді. Өрісіміз тарылып, тығырып қатыр еді. Шығар жылғайсың. Майсың таяққа, қылышын темір қайбақ. Ертеңгі күні орысың қалмақ бір жоңғарды орды бізге жеткенше. Шекара бойына, қабырғасына найза ойламайтын қала салып, сауда саттық жасап, отты қаруымызды игеріп,
жасағымызды нығайтып болмаймыз ба? Жөн. Оған не дейсіңдер? Ей, Әбілқайыр сұлтан. Жоғалған пышақтың сабалтын деген. Сонда шығар жол. Өзгеден қайыр, біреуден пәтуа іздеумеді. Уағайын. Орысқа қол жаюға қарсы болғандардың бірі өзіме. Ханның алыстан болжайтын көрегенділігіне ырза болдым. Нар тәуекел. Біз нені көрмедік, бә? Орысты да көрейік. Қалмақ пен жоңғарда сасық емес шығар. О, ағайын, 300-дің игі жақсылары, арда билері, ақсауыт батырлары, жалғыз ілікті болып отырған қазақтың бастағы бос тұр. Елге осындай алауыздық тумай тұрғанда хан сайлайтын кез келді. Кімде қандай ұсыныс бар? Биаға, төрелігін өзіңіз айтыңыз. Өзіңіз айтыңыз, биаға. Халқым, кешегі ақтабан шұғырында да, бұғатын бұта таппай бұлқынғанда, кім еп? Анау Қабанбай, мынау Бөкенбай, мынау есек батырларды бастап барып, қоршауда отырған қазақтың жерін босатып берген ол Әбілқайыр. Жөн айтасыз. Хиуаға да жас болса да хан сайланды. Олар жастығына қарамады, ақылына табынды. Енді міне қазақты қазақ қыламын деп жүріп, оның жамбасы тақтан емес, аттан тозды. Бостандық алып берем деп, қазаққа азаттық алып берді. Енді мынау таққа лайықты сұлтан болса, ол Әбілқайыр. Сенбеңдер. Ертең ақ патшаға сатып, жоқ болады. Сенбеңдер, ағайын. Сенбеңдер. Ағайын, үлкендерге берген уәдеміз бар ғой. Мынау бос тұрған таққа лайықты жан болса, ол Әбілқайыр. Петербургдан арнайы келген аса құрметті Құтмұхамед мырза патшайымның мөрі басып хатталған грамм жолдауына келіп отыр. Кірсін. Аса құрметті атағы жалпақ жұртқа тараған Жош ханның ұрпағы Әбілқайыр ханға басымды иіп, сұхбаттас болсам деген оймен келіп тұр. Ұлы патшайым жоғары мәртебелі Анна Иоанновна құттықтап, бағалы сыйлықтармен сәлемін жолдады. Мәртебелі патшайымның сыйлықтарын қабыл алды.
Дулмұхаммед Қасы Баһадүр хан. Қазақ жұртының аса қадірлі билері мен батырлары. Шын жүректен құттықтап, жаратқан елдің айрықша сүйіспеншілігіне бөленген нұр сипатты, шарафатына шек жоқ мейірбанды падишамыз күллі Россия, Эстония, Болгарияның және Грузия патшалықтарының тәж мен тағының ұлы иесі императрицамыз Анна Иоанновна ағзам, сіздердің өтініштеріңізді қарап, сенімді боданы ретінде қабылдамақ. Естімек бермеді. Менің айтқаным айдай келді. Біз қатын патшаға елші жіберді дегенді естігенбіз. Басыбайлы бодан боламыз дегенді естігенбіз жоқ. Өздеріңнің хандарың. Бізге бодан болуға хат жазып елші салған. Сендер орыс мемлекетін кім деп ойлайсыңдар, а? Әбілқайыр хан мен оның қоластындағы халқы Ресей бодандығына мынадай шарттар негізінде қабылданатыны туралы баяндалады. Біріншіден, жоғары мәртебелі императрицамызға адал қызмет етуге және салық төлеуге ант бересіздер. Екіншіден, Ресейдің қоластындағы халықтардан ешқандай да тонаушылық пен өкпеге жол бермейді. Үшіншіден, егер қазақтарға басқа біреулер басқыншылық жасаса, Ресей империясы тарапынан қорғаласа, және сіздер Ресейдің қоластындағы бодан ел болып келесіздер. Жәнібек бәрінің көзі селеді ғой. Батырым, ақылжым, Жәнібек сен қайдасың? Жәнібек! Мыналар, не деп жатыр? Айтпаған сөзімді айтқызды. Жасамаған ісімді жасатқызды. Бермеген өтемді бергізді. Ел білмесе де, Құдай білер. Мен еліме бодандық тілегенім жоқ. Өз халқымды қалайша бодандыққа қиям? Әбілқайыр, пақырым, кемшінге тау ақылым. Азыл түсімді асита бергенімше қылғытып бір жұта салғаным жаңа. Халық пен халықтан басқа қорғаным жоқ. Төрелікпен ақылдасылған деген бекер болды. Өзіме де опыт шыққан. Бұл өмір бәрімізге мәңгілік емес. Енді кеттім. Ұрпақтарым, тілектестерім жақсы жағынан мені еске алғандар.
тарихына қосқан үлесін айшықтау, үлгі ретінде насихаттау ұрпақ парызы. Аса терең даналығымен, батырлығымен, шайқастарды ұйымдастыра білуімен даңқы шығып, мұрагерлік жолмен емес, өз беделімен 1718-1748 жылы билік құрған Әбілқайыр ханның 330 жылдығына байланысты қойылған Әбілқайыр хан спектаклінің премьерасын тамашалап, өткен тарихымыздың көрінісіне куә болдық. Драматург Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ ұлттық драма театрының әдеби драма бөлімінің әдеби редакторы Қолғанат Мұрат. Қоюшы режиссері, Қазақстанның еңбегі сіңірген қайраткері, театрымыздың директоры Сайлау Қамиев. Құрметті көрермен, сахна төріне облыс әкімінің орынбасары Елеусінова Бұлбұл Орақ қызын шақырамыз. Қайырлы күн, қайырлы кеш, қадірлі жерлестер, құрметті Ақтөбенің қонақтары. Кешелі бері Ақтөбеде Әбілқайырдың 330 жылдығына арналған кешенді шаралар жүріп жатыр. Кеше үлкен ғылыми халықаралық дәрежедегі конференция өтті. Бүгін Әбілқайырдың жерленген жерінде Бопай ханымның бір уыс топырағы әкеліп қойылды. Мінекей, қазір сіздер осы Тахауи Ахтанов атындағы Қара шаңырақта Әбілқайырдың тарихи драмасының тұсаукесеріне қатысып отырсыздар. Баршаңызға мен құтты болсын дегім келеді. Хан болғандығы туралы тарихта жазылды. Әбілқайыр ханды құрған заманда кез келген елдің өзінің ішкі мүмкіндіктеріне сәйкес елдің азаттығы үшін көптеген қиыншылықтардың болғандығын біз білеміз. Әбілқайыр хан туралы көптеген тарихи деректер әртүрлі болып жазылып келді. Бүгінгі күні ханның хандығы, ханның ел үшін, елдің азаттығы үшін, елдің ұлтарақтай жер үшін күрескендігі. Осы Қазақ қаласында хандық таптың дамығандығы, оның Әбілқайыр ханның тұсында үлкен бастау алғандығы жөнінде тарихта кеңінен жазылды. Бұл біздер үшін, қазақ ұлты үшін үлкен ерекше мақтаныш болуы керек. Біздің ортамызда Серік Ажғалияға жоқ қой, Серік Ажғалияға осы Әбілқайырдың тарихын өте кең зерттеді. Қазір қолымда көптеген тарихи дәлелденген құжаттары бар. Мана Асхат Берлешұлы ол кісінің жинағын қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде шығаруға үлкен қолдау көрсетілгенін айтты. Осымен мен ойлаймын, Әбілқайыр ханның тарихына байланысты жалпы әдебиеттегі, тарихтағы ғалымдардың ортасындағы пікір талас осымен аяқталады ғой деп. Мінекей, бүгінгі күні Тахауи Ахтанов атындағы драма театрдың актерлары мен Сайлау Ғалымжанұлының осы театрға басшы болып келгеннен бастап, және Қолғанат Мұратұлына, Қолғанат сахнаға келсеңізші. Баршасы шебер ойнап шықты деген келеді. Әрине, бүгінгі шараға біздер театр сыншыларын да шақырдық. Себебі алғаш рет қойылғаннан кейін әртүрлі ой, пікір болуы мүмкін. Оның барлығы толығымен қабылданады. Әбілқайыр ханның осындай тарихта болғандығы және оның елдің азаттығы үшін күрескендігі жөніндегі қойылым құтты болсын деп баршаңызға тілек етемін. Еліміз тыныш, ауылымыз
ерекше ризашылығымды білдіремін. Сіздер бүгін үлкен іс атқардыңыздар. Еңбектеріңізге табыс тілеймін, творчестволық ауызбіршіліктеріңіз бір болып, жаңа туындыларды осы үлкен сахнада әкеле берулеріңізге мен тілектеспін. Рахмет. Сөз кезегін зиялы қауым өкіліне ұсынамыз. Шәкәрім университетінің доценті, тарих ғылымдарының кандидаты Исин Амантай Исаұлы. Біз мына Әбілқайыр ханды ұлықтау шараларына қатысып келдік. Хан моласына барып, қасиетті жерге бас иіп, Бопай ханның топырағы әкелінді соған куә болғаныма мен өте қуаныштымын. Және осы Ақтөбе жұртшылығына, осы халыққа ризашылығымды білдіремін. Басынан бастап көре алмадым, бірақ мен көрген өнім өзі сондай бір өте жақсы, әсерлі дүние екен. Жан-жақты қамтылған, тебіренісі қандай ханымыздың. Расында да өзі айтты ғой әлгінде, мына менің айтпағанымды айтқысы. Расында да солай болған. Империяның саясаты деген ол сұмдық, ол неше түрлі айлаға толы, бұрмалау деген, әлгіндегі айтпаған айтқысы деген қайтадан құжат жасау, айтылмаған сөздерді қосу, оның тарихи ретінде біз оны куәгерміз. Расында да Әбілқайыр хан ол көмек сұрағанда Ресейдің қол астындағы халықтарға тыйым салуды өтінген. Шекара тыныш болсын дегенде, қол астындағы халқыңызды бізбен елдікке жетуге соған сіз бұйырыңыз дегендей. Ал әлемде ханның аузынан естіген сөз ол шындық, яғни мен халқымды оғантылық қимадым, және қимайтын ешқашан. Сондықтан бұл қойылым өте әсерлі болды, шындыққа толы болды, тебіреніске, қазіргі танымға толы, бір кезден басқа дүниеге салмақ салды ғой. Біздің жазушыларымызда, тарихшыларымызда, қойылым жасаушыларда қазіргі біз жаңа түсінікпен өзімізді мына тәуелсіз өзінің танымымызға сай қойылымдардың қажет екендігін осы қойылымнан көріп отырмыз. Өте жақсы, ұнады. Енді сіздерге барлықтарыңызға шығармашылық табыс тілеймін. Әрине осымен тоқтамайсыздар. Ол енді беделді, үлгілі театр екендігін оны естіп біліп жатырмыз. Алыста жүрсек дегенде сіздерге Алай елінен, Шәкәрім, Мұхтар елінен, Алаштың астанасы Семей қаласынан сәлем. Мына біз көрген кесенеді ханға лайықты екеніне көзіміз жетті. Ғажап дүниелер жасалып жатыр. Бүгін сол Әйтеке би ауылының әкімдігі ас берді. Облыс әкімі қатысты, өздерінің басшыларымыз, тарихшылар қатысты. Тарихшылар бірнеше мемлекеттен келген, республикалардан келген, алыс жақыннан бәрін құрмет көрсеткен, және құрмет көрсеткеннен бұрын сол зерделейтіні осы Әбілқайыр ханның саясатының сан қилығы, неше түрлі бағыттағы саясатына, қолбасшылығына, саясаткерлігіне соны әберіп, соны зерттеуге бағытталғандығы. Сол қысқасы. Аман болыңыздар. Неге саламатсыздар? Келесі сөз осы пьесаның авторы, драматург Қолғанат Мұрат және театр-танушы, театр сыншысы Мұхан Амангелді Оразбаев. Қайырлы кеш, құрметті Ақтөбе өңірінің қасиетті өңірдің руханиятына еңбек сіңіріп жүрген ғалымдары, барша қонақтар. Бүгінгі той қазақтың тойы, бүгінгі той барша халықтың тойы деп есептеймін.
Мен ойлаймын, бұл біз Әбіш Кекілбаевтың Үркер және Елең романы негізінде жасағандықтан, Әбіш ағаның айта алмаған ойын, жеткізе алмаған аманатын жеткіздік деп, бұл осы театрдың, осы басшылықтың идеясы негізінде жарық көрді. Мұндай спектакльде мен ойлаймын өмір сүруге құқысы бар, және бұл және шындық деп ойлаймын. Сондықтан да бүгінгі уақыт бөліп келгендеріңізге мың алғыс. Осы Тақауақтан театрының барша шығармашылық ұжымына басын дейіп рахметімді айтамын. Бүгін бір ерекше кеш болды. Өзіме бір жаңа есімдерді бойыма алып кеттім. Мен ойлаймын, осы Ақтөбе өңіріне, осы театрға әлі де жазарым бар деп. Сондықтан да үлкен мың алғыс сіздерге. Рахмет.